Восток Автотранс филиалы тағы да жаңа техникамен толықты. 22 Toyota Fortuner және Toyota Hilux, 3 КамАЗ жүк көлігі және Нефаз жанармай құю көлігінің арқасында автопарктың 3/1 бөлігі жаңарды. Қазір көлік компанияларының иелігінде 91 машина бар. Ал биылғы жылдың өзінде бұл көрсеткіш 100-ден асады. 2017 жылдың инвестициялық бағдарламасының аясында 17 дана техника сатып алу жоспарланған. Олардың арасында жүк көліктері мен Орлов өндірістік кешеніне арналған 2 автобус бар. 2 жылға жетер-жетпес уақыт аралығында біз автопарктың 3/1 бөлігін жаңартып үлгердік. Жаңа Нефаз жанармай көлігінің 2 секциясы бар. Оның ішінде 5 текше метрден 2 түрлі жанармай тасымалдауға болады. Бұл көлік керемет, барлық жағынан. Қозғалтқышы да, қуаты да, тасымалдау мүмкіндігі де. Бұрынғы көліктер жол талғамайтын, бірақ тасымалдау мүмкіндігі аз еді. Ол таулы жерге арналған көлік болатын. Ал қазір мен Жезкентке де көбірек жанармай апара аламын. Комбинатқа да, автобазаға да үлгеремін. Бұрынғыдай 2 рет жүрмей, бір барғанда 10 текше метр жеткіземін. Өте жақсы, үнемді көлік бұл. Алайда қызметкерлер гараждың жаңаруымен қатар еңбек жағдайының өзгергенін айтады. 90 жылдары бәрі қирап жатқанда әртүрлі ұйымдар келіп жұмыс істеді мұнда. Техниканы жаңартпау түгіл, барын тозығы жеткенше пайдаланды. Ал қазір жағдай жақсы. 2 жыл болды, байқап келемін. Жаңа техника келіп жатыр. Ғимараттардың құрылысы басталды. Киім-кешек, аяқ киім берілді. Жөндеу уақытымен өтеді. Қажетті бөлшектер мен майлар бар. Жақсы болды. 2016 жылы біз ғимараттардағы жөндеу жұмыстарымен белсенді айналыстық. Айталық, Белоусов көлік учаскесінің әкімшілік тұрмыстық кешенінің ғимаратында күрделі жөндеу жүргіздік. Бұл жерде қызметкерлерге лайықты тұрмыстық жағдай жасадық. Жуыну, киім ауыстыру бөлмелері ұйымдастырылды, жарық тартылды. Шыманайқадағы учаскеде киім ауыстыру ғимаратының құрылысы жүріп жатыр. Бұрын бұл жақта төбелер жөнделді. Восток Автотранстың басшылығы жыл соңына дейін барлық учаскелерде жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр.